Сәлем достар, бүгін сіздермен құрамында банан қосылған өте оңай дайындалатын, ал дәмі ауызда еритін керемет пирожныйлар жасаймыз. Ең алдымен 6 жұмыртқаға шекерді салып, жақсылап көтерілгенше 7-8 минут миксерлейміз. Сосын блендерге бір банан, сүт, сұйық майды қосып, толық біріккенше жақсылап араластырамыз. Әбден езілген соң, жаңағы массамызға қосып, астынан жоғары қарай жайлап араластырамыз. Көтерілген жұмыртқамыз отырып қалмау керек. Сол үшін астынан жоғары қарай араластырамыз. Ұнға қопсықышты салып араластырып аламыз. Сосын массаға салып, оны да астынан жоғары қарай жаймендеп араластырамыз. Сосын противенге пергамент қағазын төсеп, үстіне массамызды құйып, тегістеп шығамыз. Духовканы алдын ала қыздырып қоямыз. 160 градуста 15 минутта пісіп шығады. Дайын бисквитті суытамыз. Бисквит суығанша крем дайындаймыз. Творожный сырға шекерді қосып, жақсылап миксерлейміз. Сосын үстіне 33%-дан жоғары кілегей құямыз. Крем болғанша миксерлейміз. Бисквитті 4 бұрышты 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін формаға салып, бетіне крем жағып, тегістейміз. Кремнің көп бөлігін астына жағамыз, кішкене бөлігін жоғары жағына жағуға алып қаламыз. Үстіне бисквиттің екінші бөлігін қойып, қалған кремді тегістеп жағып шығамыз. Сосын тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Бетіне шоколадтан глазур жасаймыз. Ол үшін Қазақстан шоколадының жарты бөлігіне 25 мл кілегей құйып, микротолқынды пеште ерітіп аламыз. Глазурды кондитерлік қапқа салып, торттың бетіне кез келген узор жасаймыз. Сосын тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан соң пышақтың көмегімен тортымызды формадан босатамыз. Сосын пышақты солап алып, тура видеодағыдай бөліктерге бөліп шығамыз. Әр кескенде пышақты солап тұру керек. Пирожныйды кішкентай бөліктерге немесе ұзындау етіп қалдыруға да болады. Өз қалауларыңызша бөле бересіздер. Пирожныйлар дайын, дәмі өте керемет, ауызда ериді. Ал жасалу жолы өте оңай. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Назарларыңызға рахмет.